Бүгін 15 қараша ұлттық валюта күні. Мемлекеттігіміздің мәртебесі тағы бір дәлелденіп, абыройымыздың асқақтай түскеніне биыл 30 жыл. Қазақстанның ұлттық валютасы төл теңгеміздің айналымға енгізілген күні құтты болсын. Мүмкін өз ақшаның бірлігінің пайда болуы мемлекетіміздің тәуелсіздігінің маңызына айналды. Төл теңге ел мақтанышы, оның шұғыл тарихы ерекше. Ұлттық теңгенің насихаты баршамыздың борышымыз. Ұлттық валюта күні баршамызға құтты болсын. Валютамыздың алғаш пайда болуы, өзгеруі және түрлену тарихы. 1992 жылдың 27 тамызында ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ертесіне қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжалелевтер Англияға аттанды. 1994 жылы қағаз тиындардың орнына жерден жасалған 2, 5, 10, 20 және 50 теңге номиналды монеталар шықты. Ұлттық валюта банкнот және монета түрінде айналысқа енгізілді. Қазір банкнот ұлттық банктың Алматы қаласындағы банкнот фабрикасында, ал монета Өскемендегі монета сарайында шығарылады. Құндылық мәртебесі бұл елдің егемен болған тұстағы өз теңгеміздің болуы. Валютамыздың таңбалы қазақ байлықтармен бейнеленуі біздің мәңгілік ел екенімізді аңғартса керек. Ұлттың осындай ұлы болуы ақындардың поэзия жауһарында көрініс табады. Келесі кезекті жырға берсек. Енді мен тәуелсізбін деп дей аламын. Түскендей әсері бар сөз аспаннан, шет жұртқа телмірдік-ау көз ашқаннан. Енді мен бақыттымын өгейсініп, басқа көз қарамайды өз ақшамнан. Қол жетті алтын лағыл маржанына, бұрылып қарай алман жан жағыма. Басқа емес қарайды енді өз көзіммен, өмірдің қымбаты да арзаны да. Ел ұран, ел таңбамыз егемен ту көтеріп келгенменен. Нұраға арманың көп, арманың жоқ, орнықты тәуелсіздік теңгемен. Алтын теңге өлеңі. Автор. Бос мақтанға беріліп, абыройсыз жалған даңқпен кеппесін. Қасиеті кеп досы айту үшін түсіндіріп өзгеге. Кемінде бір кітап бола сөз керек, әзілі бар, шыны бар. Бұл жағдайды мысалынан ұғып ал. Бір жолаушы жайша жүрген кезбеді алтын теңге тауыпты. Оның бетін қалың тозаң жауыпты. Айыр бастап алар болса бұл үшін 5 тиынның берер еді 3 болсын. Тоқта, деді ол, ойлау керек дұрысын. 2 есе ғып ақша ұстап бұл үшін қолымды ұры кесіп алар құрысын. Ұлттық валютамызда қазақтың тарихта орны бар қайраткерлерінің суреттері бейнеленді. Мысалы, 1 теңгеде Әл-Фарабидің, 3 теңгеде Сүйінбайдың, 5 теңгеде Құрманғазының, 10 теңгеде Шоқан Уәлихановтың, 20 теңгеде Абай Құнанбайұлының, 50 теңгеде Әбілхайыр ханның, 100 теңгеде Абылай ханның портреті болды. 1 теңге өлеңі. Алшақ емес арамыз, алшаң басып елемей де барамыз. Тұра қалып елдің де көтердім, отанымның белгісі бар қараңыз. Маңдай тері халқымның бұл байлығы, біреуге құт, біреудің бар шайлығы. Талайлардың тағдырында өзгерткен өзекті алып жетпегенде айлығы. Қорғалған валюталардың қатарына кіреді. Сондай-ақ теңге әлемдегі ең әдемі ақшалардың бірі. Біздің ұлттық валютамыз 3 жыл қатарынан 2011, 2012 және 2013 жылдары әлемдік дизайны жағынан әдемі және қорғалған деп танылды.